Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тегін сабаққа қош келдіңіздер. Мен сізді көргеніме қуаныштымын. Мені рилстан көріп, астына бір керемет сөздер жазып келген боларсыздар. Енді дәл осы тегін сабақта сіздерге максимально пайдалы болуым керек. Және өзім де пайдалы болуым келіп тұр. Достар, бүгінгі тегін сабақ жалпы кімдерге арналады? Біліп алайық, может арасында сіз болмауыңыз мүмкін деген сияқты ғой. Біріншіден бұл мобилографтарға, телефонмен түсіретін мейірімді жандарға арналады. Сіздерге максималды түрде пайдалы болады. Екінші бұл SMM мамандарына, бір проекті алып жүргізіп жүрген SMM-шік мамандарға арналады. Потом қазіргі действующий видеографтарға и контент-креатор, контент-мейкерлерге арналады. Өздеріңізді контент жасаймын, контентке қатысым бар, видеографпын, камерам бар десеңіздер, действующий адам болсаңыздар, бұл бүгінгі тегін сабақ сіздерге де максималды түрде пайдалы болары сөзсіз достар. Соңына дейін қарап кетсеңіздер болады. Осы тегін сабақ сіздерге айына 1 миллион теңгеге шығуға мүмкіндік береді деп мен настоятельно смело айта аламын. Сабақты соңына дейін қараған адамдарға кішігірім менен бонус болады. Сол үшін де кодовое слово болады. Ол кодовое слово қай уақытта болатынын мен айтпаймын, даже мен өзім білмеймін, бірақ арасында интуиция келіп айтып қалам, сол кезде прям сіздерге максималды түрде сочный ақпарат берілетін болады. И сіздерге кодовое словоны алғаннан кейін өте күшті подаркалар болады. Енді сіздердің араларыңызда мені танитын, немесе танымайтын адамдарда болуы мүмкін. Иә, ол логично, сол үшін де давайте біріншіден танысайық. Білсейік, кіммін мен деген сияқты. Менің есімім Нұрсерік Көптілеуов, өзім контент-мейкермін, бұл салада 5 жылдан астам уақыт бойы жүрмін. Қаншама түрлі Айнұр Тұрсынбаеваға, Рүстем Жанаманов пен Дариға Бадыкова, Аида Серикова, Шалқар Қайратұлы, Қайша Керей, сондай негізі мықты адамдардың командасында, мықты адамдармен бірге жұмыс жасаған, видео түсіргенбіз, араласып, бірге проект жасағанбыз деген сияқты. Осы адамдарды танысаңыздар, неше түрлі видеоларын көрсеңіздер, демек какой-то бір менің жұмысым атқарылған видеоны көріп қалғанда боларсыз. Ол сөзсіз. Енді одан бөлек контенттің арқасында мен біраз шетелдерде болып, контент бесплатны шетелдерде болып, оларға өзімнің проекттерінің ішінде контент жасайтын блогерлерге өзім контент жасап шетелде қыдырып, плюс жұмыс жасап жүрген жайларымыз бар. Контенттің арқасында шетелден бөлек өзімнің қазіргі өзімнің арманымдағы машинамды алып, Мерседеспен кайфовать етіп жүрген жайым бар. Достар, сосын бұл ешқандай да успешный успех емес, жай ғана мен өзім таныстырып жатырмын. Бұл ешқандай да успешный успех емес, өйткені мен де, может, араларыңызда бар шығар ауылдан шыққан балдар. Иә, мен Үшқоңыр ауылында, қаланың шет жағында тұрамын, ол жақта кәдімгі сіздерде оқыған бір орта мектепте оқыдым, ешқандай да бір дарыған ештеңе жоқ. Орта мектепте оқып, білім алып, дәл уже универге түсіп, өзімнің қызығушылығым болған Вайннан түсіріп бастадық біз достарымызбен идея тастап. Сол Вайннан бері мен идея жазуға деген, сценарийға деген, түсірілімге деген, кадр қоюға деген махаббатым сол кезден бастап ашылған. Сол жақтан басталды. Универге түскеннен бастап мен ұйымдарға, тусовка үшін емес, ұйымдарға мен тегін болса да видео түсіріп өзімнің қабілетімді дамыту үшін кірген болатын. И мақсатымды орындап, сол ұйымдардан, универден өзім пайдамды алып, дәл уже видеограф саласына көшіп кеттім. Қазірдің өзінде сол өзім видеограф болып, біраз үлкен чектерге проекттерді жауып жүрген жайымыз бар. Қарапайым ғана бір ауылдың баласымын былайша айтқан кезде. Сосын қазір өзім контент-мейкер болып жұмыс істеп жүрмін. Контент-мейкингпен жай видео түсіріп берудің не айырмашылығы бар деулеріңіз мүмкін. Әрине бұл жерде айырмашылық сіздер үшін көп болмағанымен, бірақ ішіне глубоко үңілген кезде оның біраз айырмашылықтары бар. Видео түсіргенде, мысалы, тек қана келдің, түсірдің, кеттің. И сен какой-то бір 50 мың теңге, немесе 100 мың теңге, 150 мың теңге ғана алдың. И сен монтаж істеп өткіздің, все, проект окончен. Ал контент-мейкингке келген кезде не болады? Бізді қазір көптеген бизнестер құралып жатыр, бизнестер бар, не знаю, там официальный, неофициальный данныйлар бойынша 1 миллион 600 бір бәле ИП бизнестер бар деген сияқты. Енді солардың әрқайсысы өздерінің брендтерінің танымал болғанын қалайды. Әрқайсысы өздерінің товарларының, продукттарының өткенін, сатылым алып келгенін қалайды. Енді ондай моментте тек қана видеограф қана болу жеткіліксіз. Ондай моментте сен сценарий жазып беретін, сатылым алып келетін, продажасына өсуіне көмектесе алатын адам болуың керек. Былайша айтқан кезде сен сол кезде спроста боласың. Былайша айтқан кезде сен сол кезде көбірек чекке ұсына аласың өзіңнің қызметіңді. Сен максималды түрде сол кезде пайдалы болсаң, максималды түрде сол кезде көбірек табыс табу мүмкіндігің бар. Тек қана түсіріп кеткеннен бөлек. Ол
сфераның ішінде жақсы істейтіндер бар, жақсы емес істейтіндер бар. Понимаете? Спрос болған жерде көп адамдар келеді, былық болады, біреу жақсы түсіріп береді, біреу онша емес түсіріп береді, плюс көптеген бизнестерге слив алып келеді, көптеген істеген сценарийлары дұрыс сатылым алып келмейді, исходя из этого олардың таргеттері көп ақша кетіп жатыр деген сияқты. Дұрыс емес, мамандардың да кесірінен бизнестер бұлай запас шегіп жатыр былайша айтқан кезде. И енді бұл сфераға жақсы мамандардың дайындалуын біз қадағалап, немесе өзіміз сол бойынша маман болып жүрміз. Енді сіздерде сұрақ болуы мүмкін, но контент-мейкерство, зачем мне это все деген сияқты. Мен түсіріп жүрмін ғой, әйтеуір барып түсіріп жүрмін, маған хватает там 500 мың теңге, там 700 мың теңге потолок деген сияқты. Маған жетеді бұл. Дым қиналмай, сценарий жазбай, осылай түсіріп жүре берсем жетеді деп ойлауларыңыз мүмкін ғой өздеріңізше. Это логично, это нормально. Но, конечно же, егер де сізге сценарийді үйренсеңіздер, сіздер клиентпен жұмыс істеуді тағы да максимально доработка жасасаңыздар, контент-мейкерстведе структурно жұмыс істейтін болсаңыздар, конечно же, это деньги. Ол жақта ақша өте көп. Біріншіден сіздің жұмысыңызға деген махаббатыңыз, махаббаттан бөлек одан түсетін пайда. Түсіріп бергенге қарағанда бірнеше есе көбірек ақша өндіруге болады. Потому что сіз бизнестерге көбірек пайдалы болудасыз. Осындай подход арқылы, сіз сервис жасау арқылы сіздің өз чегіңізді бірнеше есеге моментально көтеруге деген құқыңыз бар. Мен бағана басында айтып өттім ғой, неше түрлі блогерлер, неше түрлі эксперттер, неше түрлі мықты компанияларға сценарий жазып, өзіміз түсіріп беріп монтажына командамызбен кірісеміз деп. Егер де дәл солай мен сияқты үлкен чектердегі компанияларға, эксперттермен, блогерлермен жұмыс істегілеріңіз келсе, менде бір мынандай продукт бар. Жақында өзімнің обучением басталады Алматы қаласында офлайн түрде. Егер де айына стабильно 1 миллионнан жоғары теңге тапқыларыңыз келсе, то сол обучение бойынша сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Төменде анкета бар негізі. Сол бойынша өзіңіздің заявкаңызды қалдырсаңыздар болады. Менің командам сізбен от души сөйлеседі. Не істеватсыз, не істемейсіз деген сияқты. Егер де обучение сізге қызық болса, төмендегі анкетаға сілтеме арқылы өтсеңіздер болады. Бұл төменде описанияда тұр. Ал енді келесі маңызды инструменттердің бірі, бірақ бұған көбісі не серьезно қарайды, уақыттары, энергиялары жетпей ма, білмедім. Қанша жерден бәрі айтып жатыр, бірақ соңында да істемейді. Не знаю, дисциплина жетпей ма, ерне ма, вообще не понимаю, почему это многие не делают. Ол личный брендті қолға алу. Вот мен әлі күнге дейін мен түсінбеймін, неге личный брендті көбісі қолына алмайды? Неге какой-то контентті пилить етіп өзінің узнаваемостін көбейтпейді? Неге деген вопрос. Может интроверт па, может білмеймін, жалқау ма деген сияқты. Контент саласында жүргендердің көбісінде басқаға контент жасайды, бірақ өзіне келген кезде тупо ештеңе де істемейді. Жүре береді, басқаға түсіреді, серік кардинал, теннің астында қалады. Просто өзіне түсіретін кезде әйтеуір бір состояниясы келмейді, или там бір аяғы ауырып қалады, басы ауырып қалады, идея жетпей қалады. Басқаға істейтін кезде олар всегда заряжена. Өзіне келген кезде неге сапожник без сапога болып қалады? Мысалға, личный бренд маған қалай көмектеседі? Әлі де көмектесіп жатыр. Қалай? Айтып өтейін, менің инстаграм упакованный, мысалы қазір 17 мың подписчик бар. Ол жақтағы менің видеоларымды көреді, клиент қарайды, басқаларды зерттейді. Ол да ақылды. Қарағаннан кейін мені қарайды, басқаны қарайды. И ұнаған менің контентімді кіріп, менде примерно дәл осылай видео себе хочу дейді да, маған сообщение кіреді. Ассалаумағалейкум, бізге контент-мейкер керек еді. Сіз проект аласыз ба? Деген сұрақтан бастайды. Мен айтам, уалейкумассалям, қалайсыздар, қандай ниша бойынша, и дальше уже коннект кетіп, менің өзімнің личный брендке жасап жатқан видеоларым арқылы қызығып, маған уже клиенттер түсе бастайды. При этом жоғары чектегі. Достар, менің личный брендімді, видеоларымды қарап, 5 мың теңге, 10 мың теңге, 15 мың теңгеліктер түспейді. Неге? Өткен қарайды да, по-любому арзан түсірмейді дейді, жоқ кет, басқа бір арзан мобиловка бара салады. Мен шын айтайын, ондай клиенттер түспейді. Сенің качествоңа қарап, всегда мықты, жоғары чектегі клиенттер ғана жазатын болады. Понимаете? И ондай заказчиктермен жұмыс істеген кайф. Олар сенің басында ауыртпайды. Как положено, сценарийіңді жазасың, подтвердить етесің, түсіріп бересің, и ұнайды, и өзіңнің ақшаңды ала қоясың. Чем 5 мың теңге, 10 мың теңге, 15 мың теңге, 50 мың теңге деп арзан чекке түсіріп жүргенше, олар еще сені правкамен миыңды долбить еткенше, осылай на расслабоне жоғары чекке өтіп кетіп, жұмыс істеген абзалырақ.
Оны өйткені мен қазір айтып жатырмын, мен аспаннан салбырап түскен жоқпын. Өзімде 7000 теңгеге, 5000 теңгеге, ең өмірімдегі бірінші видеом 4000 теңгеге мен түсіргем iPhone 6-мен. Но енді оған қарағанда, конечно же, энергияң көп кетеді. Күні бойы аз ақша алғанша максималды түрде упакованный болып, прайстарыңмен көтеріп, тарифтарыңмен кірген абзалырақ, при этом жоғары чекке. Енді личный бренд тағы да не үшін керек десеңіздер, адамдардың назары сізде көбірек болса, сіз соншалықты көбірек табысты боласыз. Түсінікті ғой, енді жақсы жағынан, конечно же, сіз енді личный брендті өзіңіздің жақсы жағыңыздан қолданасыз ғой. Сол себепті сізде көбірек ақша да бола бастайды. Там, где есть внимание, там и есть деньги. Вы поняли, да, суть? Сол себепті қазір контент 21 ғасырдың мұнайы, нефть 21 века. Бұл контентті кәдімгідей қолдану керек, түсіру керек, істеу керек. Қазір момент туып тұрған кезде жасап тастау керек. Енді сіздерде сұрақ болуы мүмкін. Личный брендті жүргізу керек, бірақ енді контентке идеяны қайдан аламын деген. Ол да логичный вопрос. Ең біріншісі насмотренностьті өсіру керек. Сіздің қазіргі личный бренд бастай алмай жүргендеріңіздің бір себебі насмотренность жоқ. Кімнен нені қайталайым, қалай түсірем деген сияқты. Просто өзіңіз тупо алып бір ойыңыздан бір нәрсе құрастырғыңыз келеді. Өзіңіздің салаңыздағы жақсы түсіріп жүрген адамдарды, коллегаларыңыздан немесе шетелдік сол салада жүрген адамдарды қарасаңыздар, жақсы өткен видеоларына анализ жасап, сол арқылы өзіңіздің темаңызға қарай алып келсеңіздер болады. Мысалға, менің процессім бойынша жақсы бір кадрды көріп, өзімнің жеке каналым бар, Телеграмда, ішінде мен ғана бармын, сол жақта өзім жүктеп қоямын. И кадрды қарап отыра, мен дальше оған история құрап тастаймын. Онда енді қабілет сразу дарымау мүмкін, но бірақ та сіздер қууға, қиялға ерік берсеңіздер, жақсы идеялар шығады. Просто сіз бір нәрсе айтып, ол ойыңызды болмай қалады деген сияқты болмау керек. Тік жазыңыздар. И дальше уже болса болады, болмаса екінші идеямен дәл сол бірінші идеяны біріктіріп тастауға болады. Ең бастысы қазіргі сіздің салаңызда. Енді личный бренд бастаймын. Не істеймін десеңіздер, просто бастаған адамдардың өткен видеоларын қайталау керек. Ол ресерч деп аталады. Өйткені ол жақта 10 миллион просмотр жинаған бір видео болса, дәл соны қайталап, өзіміздің 20% усилиемізді қосып, сіздің видеоңыз как минимум бір 10 мыңнан асуы мүмкін, немесе 50 мыңнан асуы мүмкін. Потому что ол ар жақта спрос болған тақырып, сізде де спрос болары сөзсіз. И плюс өзіңіздің креативіңізді сәл қосуыңыз керек. Достар, енді креатив деген ол отырып шыға беретін нәрсе. Онымен айдалдан қазір мен медитация жасайсың деп айтатын нәрсе емес, ондай бір ауа емес ол креатив деген. Отырасың и қуасың кішкене. Сәл-пәл бір өзіңнің креаторлық бір мышлениеңе бір ерік берсең, негізі шығады. Егер де сценарий сізге жазу қиындап жүрген болса, рилстарыңызға, клиенттеріңізге идея, прям кездесіп отқан кезде не түсіреміз деген кезде бүйтіп мандыра ұстап, не істеріңізді білмей қалып жатсаңыз, біздің алдында айтып өттім ғой, анкета, обучение деген сияқты. Оффлайн Алматы қаласында біздің обучениеміз болады. Сол төмендегі анкетаға өзіңіздің данныйларыңызды жазып кетсеңіздер, біздің командамыз сіздерге хабарласатын болады. Біз сол оффлайн сабағымызда как положено сценарийді қалай құрастыру керектігін, сценарийский сабақ қалай өткенін, барлық сок ақпараттарды сол оффлайн сабағымызда айтатын боламыз. Енді ең маңызды ақпараттардың бірі. Қалай мобилографиядан, қалай телефондағы проекттен камераға, немесе профессионалды ноутбукта жасайтын, компьютерді жасайтын монтажға көшуге болады. Былай айтқан кезде мобилкадан проф-контентке, немесе проф-контент-мейкерствоға көшу керек. Бұл жерде мынандай мәселе бар. Көбісі ойлайды, камера миллиондар тұрады деп. Жоқ, достар, құрметті достар, камера миллиондар тұрмайды. Тұратындар бар, но бірақ сенің қазіргі бастап кетуіңе қажетті сетаптар, қажетті набор, ол даже, мен айтайын, бір 500-600 мыңның шамасында. Бір камералар жақсы түсіретін для новичка 350-400 мың теңгеден басталады. Жақсы, реально нәрсе түсіруге болады, оған әдемі нәрсе шығаруға болады. Болмайды емес. 350-400 мың теңгенің шамасында. Петличка, ол это не вопрос, 50-60 мың шамасында. Болды, саған не керек, басқа 15 мыңдық штативті алып ал, и дальше уже 300 мыңдық, немесе 400 мыңдық бір жақсы ноутбук алып аласың. Но бірақ та оны сен постепенно аласың. Телефонға түсіріп жүрсің ба қазір, действующий заказдарың бар ма, айына 500-600, немесе 300-200 табасың ба, содан жаймен откладывай.
немесе жинап наличка аласың да болады. Но бірақ та ең бастапқыда сенде знание болу керек, оны қалай қолдану керек деген. Өйткені мен басында камера, ноутбук алған кезде маған ешкім болған жоқ, үйретеді. Мен жалынып жүрмін, әркімге үйретші деп, ютубтан ананы істеп, мынаны істеп, бір кнопканы, горячий клавишті білмегеннің арқасында ана жерде бір минуттың орнына бір сағат отырасың ана жерде бүйтіп алып. Ол үлкен энергия затратный, плюс сенің ноутбукта монтаж дегенге мотивацияңды өшіріп тастайды. Жақсы адамнан прям уже күйіп, қолын аяғы тікенге басылған адамнан үйренсең, сенде уже уақыт и энергия сақталатын болады. Понимаете? Если знание болып уже ақша болмай тұрса, сізде рентал деген нәрсе бар. Біз просто арендаға ала саламыз. 10-15 мың теңгеге бір сменаға ала саламыз, бір камераны жақсы, мощный камераны еще. И барып түсіреміз. 10-15 мың теңгені даже клиент төлеп бере алады, немесе өзіңіз плюс төлейсіз. 150 мыңға, 200 мыңға, 300 мыңға, даже 500 мыңға смело заказдарды алуға болады. И дальше оны 1-2 күнде түсіріп, 3-4 күнде монтажын өткізіп, дальше уже сол ақшаны алып, и 15 мың теңгесін ана ренталға беріп, солай уже әдемі заказдарды орындай аласыздар. Камера, мысалы, телефоннан камераға көшу дегендегі қорқыныштар осы. Камера десе, ойбай, қымбат анау, мынау деп ойлап кетеміз көбіміз. Ал негізінде это не так. Бізге ең басты знание керек. Содан кейін уже барып оборудование. Мобилография оқыдыңыздар ғой сіздер. СМ-щіктер білесіздер ғой. Не главное, қалай түсірген емес, немен түсірген емес, главное кімнің түсіргені деген. Білесіздер ғой, коронное слово, это вы все знаете. Кімнің сөзге айтпай қояйын, конечно же, мы все знаем это. Камерада да дәл солай. Бүгінгі тегін сабақта біз не түсіндік? Біз түсіндік, что личный бренд – это нефть 21 века. Сен қазір личный брендпен айналыспасаң, сен негізі 2 жыл бұрын айналысуың керек еді. Ал қазір бастамасаң, басташы, өтініш, прям бастау керек, артынан бүйт тіреп тұр. Бастамасаң, өкінішке орай сен қадалып қаласың. Конкуренттер көбейіп жатыр қазір, рынок дамып жатыр, качествоға өтіп жатыр. Рилстардан да байқап жатқан боларсыздар. Бастау керек личный брендті. Клиентке сатудың техникалары – это тоже важно. Тек қана инструмент саған тамақ болмайды. Клиентке сату да тоже керек. Потом біз контент-мейкингтің клиентке қажетті қалауын беру керектігін үйрендік. Ол тек қана келдің түсірдің емес, клиенттің болын шешіп, оған решение беріп, көбірек чегіңді көтеріп, жақсы табысқа шығудың жолы екенін білдік. Потом уже мобилографиядан проф-видеоға, контент-мейкерствоға өтудің арасындағы стереотиптерді, кедергілерді анықтап алдық және оның шешімін де алдық. Осымен сіздер тегін сабақтың өзінен де біраз ақпараттарды түйіп алдыңыздар. Бағана мен сіздерге айттым ғой, контент саласында жаңа деңгейге шыққысы келетін адамдарға мен продукт дайындап қойдым деп. Ол жақта енді hard skillға да, soft skillға да тоқталатын боламыз. Біріншіден hard skill бойынша камера, проф-камера бойынша, свет, настройка бойынша ақпараттарды беретін боламыз. Киношный кадрларды қалай алу керек, композициямен қалай жұмыс істейміз, кадрлардың построениесі, светтердің схемасы деген сияқты максималды түрде инструменттерді толық жетіп үйреніп алатын боламыз. Ол да бізге керек болады. Потом монтаждың структуралары. Қалай біз ноутбукта Adobe Premiere Pro деген сияқты приложениялар, программалар арқылы профессионалды түрде монтаждың жолдарын үйренеміз. Экспертный рилстар деген сияқты видеоларды, үлкен ақшалып келетін контенттерге видеоларды қалай создавать ететінін үйренетін боламыз. Потом уже идеяны қайдан аламыз, генерация идей, сценарий қалай жазамыз, сценарийдің қандай этаптары бар, сценарийді қай жақтан ұрлаған дұрыс, қай жақтан ұрламаған дұрыс, барлық этаптарын қамтитын боламыз. Soft skills бойынша личный бренд бізге қалай көмектеседі? Личный бренд бойынша қалай структурно, личный бренд ауқымды түрде емес, сізге дәл қазір личный бренд міне осыдан баста, сосын мынаны істе деген сияқты пошаговый планымен үйрететін боламыз личный брендті. Бәрі айтады, бірақ та неден бастау керектігі по-любому всю жизнь под вопросом. Сол үшін де осы проблеманың шешімін береміз. Потом клиентті іздеудің жолдары и олармен қалай долгий срокқа 1 жыл бойы, 2 жыл бойы ай сайын қалай жұмыс істеп отырудың техникаларын үйрене аласыздар. Да, оның барлығы менің өмірімде кейстарымда бар. Бір компания ашылғаннан бастап әлі күнге дейін 1,5-2 жыл бойы түсіртіп жүргенде менің клиенттерім бар. Олармен мен қалай жұмыс істеп жатырмын, полностью кухняға үңілетін боламыз. Потом уже этапы
продаж. Үлкен ақша алып келетін скрипттарды, үлкен ақша алып келетін сөздерді, бутерброд барлығын сол жақта үйрене аласыздар. Бізде офлайн обучение 4 апталық программадан тұрады. Ол жақта қосымша менен де бөлек мықты спикерлер тұрады. Олардың жеке обучениесі 500 000 мен миллион теңгенің шамасында тұрады. Сол үшін де менен де бөлек мықты тақырыптарды қозғайтын спикерлер болады. Және сізді үнемі қолдап отыратын дамушы ортаңыз болады. Сізді апта сайын тапсырма орындап, балл жинап, дальше олардан подарка алу мүмкіндігі немесе менімен бірге тәжірибе жинап, съемкаға шығу мүмкіндігі қарастырылған. Оның барлығы сізге командаға бөлініп, жарыс форматында өтетін обучение. Это же кайф, друзья. Ең қызығы достар, бұл продуктымен 1 жыл бойы жасаған жоқпын. 1 жыл бойы доработкада болды, ойымда жүрді. Әр қайсынан, әр жағынан доработка жасап, максималды түрде пайдалы қылып, качественно шығару ниетінде дәл осы жолы жасайын деп шешіп жатырмыз. И орын саны бізде шектеулі болады. Өйткені офлайн энергия көп кетеді, көп адамды ала алмаймын, качество азайып қалады, өйткені көп адам алса деген сияқты. Орын саны максималды түрде шектеулі болады, өйткені менің де заказдарым бар. Мен де тек қана инфо-цыган емес, мен де түсірем оларды. Мен де жұмыс жасаймын. Тек қана курс сатып қана ақша таппаймыз біз. Түсіреміз, проект өткіземіз и өз кайфымызбен өмір сүреміз. Егер достар, дәл осы обучение сізге керек болып, қызықты болып жатса, төменде описаниеде анкета бар. Полностью жазып өтіңіздер, қалай болды, қалай болмады, барлығын ашылып жазыңыздар, анкетаға толтырыңыздар, и менің командам сізбен байланысқа шығады. Кодовое слово бізде сүй. Осы сөзді менеджерге айтсаңыздар, сізге 30% жеңілдік болады. Біздің обучениеге 30% жеңілдікпен дәл қазір төмендегі сілтемемен сүй деп қатысып кіріп кетіңіздер. Все, сау болыңыздар. Muchas gracias.